сәлем достар. Сәлем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі біздің дайындайтын тағамымыз ол қошан деп аталады, яғни қуырылған манты. Бізбен бірге болыңыздар. Қошанымызға қажетті заттар 700-800 граммдай ұн алдым және жылы су, оған кішкене тұз қосып қамырымызды илейміз. Одан кейін бір бума көк пиязымыз және кішкене жусай және 1 килограммдай сиыр етінен фаршымызды дайындап алдық. Мінекей достар, біз жылы суымызға 1-1,5 қасық шай қасықпен тұз салып, араластырып, жай ғана осы тұзды суымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымызды өте жұмсақ немесе өте қатты қылмай, орташа қылып илейміз. Мінекей достар, біз қамырымызды илеп болдық. Енді 10 минутқа бетін жауып, нанымызды жақсылап тындырып қоямыз. Оғанға дейін біз көк пиязымыз бен жусайымызды турап аламыз. Мінекей біз жусайымыз бен көк пиязымызды турап салып қойдық және фаршымызды үстіне қостық. Кішкене қара бұрыш қосамыз. Етіміздің тұзы бар, сондықтан біз тұз қоспаймыз. Жақсылап араластырып, фаршымызды дайындап аламыз. Мінекей нанымызды жаңа илегеннен кейін 10 минут тұрғызып, тағы бір басып қойдық. Осындай майда жақсы нан шықты. Енді осыны тағы да 10 минут қойып қоямыз. Одан кейін барып мантымызды түйуге дайын болады. Мінекей достар, біз нанымыз дайын болды. Тынып, енді осылай кесіп аласыздар кішкене бөлігін. Қалғанын салып қоямыз. Осылай ұзыншақ етіп нанымызды созып шығамыз. Өте жұқа қылмайсыздар жайған кезде, өйткені майға қуырылатын болғандықтан. Өте жұқа нан керек емес. Шеттерін бір-біріне Мінекей достар, біз жаңа қошанымызды түйіп болдық, яғни манты ретінде. Енді біздің майымыз әбден қызды. Майымызға кәдімгі бауырсақты қуырып алған секілді қошанымызды қуырып аламыз.
Шетінен осылай саласыздар. Майды жеткілікті құямыз. Кәдімгі қызарғанша. Осылай қуырып аласыздар. Өте тез, май жақсы қызған болса, өте жылдам қуырылады. Бұнда қошанның мантыдан ерекшелігі жай ғана сүйіліп әбден дайын болған мантымызды тек майға қуырып аласыз. Артықшылығы сол. Бірақ та жаңа майға қуырылған болғандықтан піскенде өте дәмді болады, әрі тоқ болады. Мантыға қарағанда қошанымыз өте тойымды. Осылай қуырып аламыз. Мінекей достар, біз жаңағы қошанымызды қуырып болдық, мантоваркамызге орналастырып алдық. Енді кәдімгі манты пісіргендей газымызға қойып 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Егер жаңағы үйлеріңізде адам көп болса, онда әрине құрамын көбейтіп жасай бересіздер. Мінекей достар, біздің қошанымыз дайын болды. 35-40 минуттай шамасында пісіріп алдық, және біз қошанымызға қазір қосып жейтін соусымызды дайындап қойдым. Бұл жерде 2 қызанақ пен 1 қызыл бұрышымыз және 1 кішкентай чесногымызды үшеуін блендерден өткізіп алдық. Кішкене тұз қостық. Ал енді қошанымызды көрейік. Осындай, міне арасы сулы, өте дәмді көрінеді. Және өстіп соуспен жесеңіздер болады. Ал мінекей достар, бүгін біз қошанымызды дайындап болдық. Егер рецепт ұнап жатса, пісіріп көріңіздер, ешқандай қиындығы жоқ. Сондықтан сау болыңыздар.